Қыздареке, все, жиналдық па? Давайте біз Нұрқаділ мырзаны эфирге шақырайық. Так, сізді күтеміз. Так, уже маған запрос жасалған екен. Мен ол кісі қазір мен таныстырып өтемін, ол кісімен эфирге шақырып жатырмын. Сіздермен бөлек бүгін сондай бір подробно ақпараттар беретін боламыз. Қайырлы кеш. Даусым естіліп тұр ма? Так, сіздің даусыңыз естіліп тұрған жоқ бізге. Емші. Аха, енді естілді. Аха. Так, мен қыздарға айтып бір қызық тақырып болады. Әр тақырыптан өзіңізге керегіңізді алыңыз деп қыздарға айтып жатырмын. Сол себепті қазір кішкене өзіңіз туралы мағлұмат таныстырып өтсеңіз, сондарға тақырып жөнінде айтып кетсек. Жақсы. Кеш жарық. Гүлназ ханымның оқырмандарына. Былай ғой, менің есімім Нұрқаділ. Қателеспесем 2019 3 жыл асып кетті. 3 жылдан уақытындай болды. Халық емшімен именно алтын қоңыр, жаңа балмен сот. Жалпы біз өзіміз үйде, мен өзім Қазығұрттың жігітімін. Сонда адам оқитыны бар, басқасы бар, шөптермен айналысамыз дегендей ше. Кейін мен жалпы мен жас болғаннан кейін енді бұны Инстаграмға шығарып, Ютубқа шығарып, сондай да 2-3 жылдан бері басқаша дамытып жатырсыз деймін да, қазір жаңа. Бізде просто мынандай еді ғой, алдындары мына ауылда мынандай емші бар, мынандай емдейтін деп адамдардан естіп келе беретін ғой. Енді мен оны Инстаграмға шығарғаннан кейін, мысалы батыста в основном вахтада жұмыс істейтіндер болсын, басқасы болсын, бүткіл Қазақстан бойынша қолжетімді болып алды да. Солай. Осы именно халық емінің ішінде мен енді барлығымен айналысып кететін ол неме емес қой. Ерлердің проблемасы, именно жаңағы суық, инфекция, енді елге жыр болған простатит мәселесі әсіресе. Сол алтын қоңыз, бал, жаңағы емдік шөптер бар. Енді в основном алтын қоңыз, менің себебі алтын қоңыз десе, ютубтан болсын, басқа жақтан болсын, менің өзім шығамын да, басқа ешкім шықпайды. Сұраңыз. Мен де алдында жаңағыдай екеумізбен танысып, не істегеннен кейін маған өзіме интересно болды, алтын қоңыз деген бұл не нәрсе? Атының для меня любой жаңағыдай жорғалаушылар мен қорқам ше, қорқады. Біреу жаңа судан қорқады, біреу Алла сақтасын, енді қорқады дегенде бір Аллахтан қорқамыз ғой бәріміз. Енді одан кейінгі осы жәндіктерде мен қорқам, честно, бір денем діріледі. Қоңыз деп естіген екен, ойбай, қоңыз не істейді өзі, іше ма, жей ма деп соны ақтарып көріп жатырмын. Сөйтсем только жаңағы сіз шығып жатсыз ғой, жаңа алтын қоңыз тағысын тағы деп өзіме қызық болды да. Өйткені шынымен де қазір бізде мынау именно медицинада осындай, өзіңіз дәрігерсіз, Нұрқаділ мырза? Жоқ, мен не дейді, мен енді жаңағыдай массажмен айналысқам, я болмаса халық емшілігін оқытылады, бірақ оны бір атамыз жанында жүргеннен кейін бұл үйдің жалпы үй ішін не десеңізші, ол берген сыйы дейсіз ғой өзіңізге. Дұрыс. Енді бізде мынау медицинада, енді біз енді гинекология бағытына келетін болсақ, қазір көтере алмаушылықтар өте көп. Осы жастардың арасында болсын, тағысын болсын, 5 жыл көтере алмай жатырмын, 10 жыл көтере алмай жатырмын, 7 жыл көтере алмай жатырмын деп. Сөйтеді барлығы әйелдер ғой, қолдарында мынандай папка жаңағыдай қағаздары бар. Әйелдердің жаңағыдай бүкіл анализі, УЗИі, тексеруі, бүйтіп қарап отырасың. Гормональный фон вроде хороший, да? Қарайсың, тағысын тағы инфекция. И сөйтесің, күйеуің не тексерілді берші десе, мен тексерілмейді, менің күйеуім ондайға бармайды дейді. Мен айтам, енді причинаң бар, сізде немесе ер азаматтан да болуы мүмкін ғой. 50-де 50 ғой енді жағдай. Мысалға көтеріп жүрген ер азаматтар уақыт өте келе көтере алдырмау мүмкін. Не болмаса жаңа көтеріп жүрген қыз-келіншектер де көтере алмай қалады ғой уақыт өте келе, жаңа бір белгілі бір себептерге. Мен айтам, не үшін тексерілмейді десем, жоқ, ол менде бәрі керемет деп айтады, менде бәрі супер дейді. Значит, біз жыныстық қатынасқа түсіп жатырмыз ба? Жаңа мүшесі тұра ма, қосыла ма? Значит, ол да бәрі окей деп ойлайды да. Но на самом деле ондай емес. Енді осы туралы
бір айтып кетсеңіз, алтын қоңыз деген өзі бір атының өзі бір ерекше, бұл не зат, халық медицинасы деп жатырмыз, қандай әсері бар? Өйткені кейде болады, мысалы медицина әрине бізде мынандай дұрыс кәдімгідей традиционный метод дейміз ғой, традиция да, ол кәдімгідей болып жатқан бір белгілі препараттармен емдейміз. Сонымен қатар біз не традиционный методқа да иногда жүгініп атамыз, өйткені қазір шөптер бар, тағысындағы жаңағыдай сондай препараттарды жаңағыдай қолданамыз. Әрине біз емдеген кезде жаңағыдай бір алақай серік қосып, бір басқаша бір жаңағыдай жұмыртқаның үстіне отыр, жаңағыдай қазан, кеше вообще ужас нәрсе естідім, қазан пісіп жатқан қазанның үстіне бір сорпа ма или бір нәрсенің бір метод бар екен, үстіне отырсаң, в общем бір көтереді екенсің да. Мен айтамын, Алла сақтасын, астың үстіне отыру, ошақтың үстіне. Это же ужасно, да, это былай айтқанда бұрынғы бір нелер ғой, жаңағыдай бір жабайылық та. Сонда сол алтын қоңыз туралы айта кетсеңіз, Нұрғаділ мырза. Жаңа бірінші сұрақ, алтын қоңыз деген не дегенге жауап беремін. Қазір біз мынандай өз алдымызға упаковка жасап аламыз ғой. Көрсетейін ба? Көріне ме екен? Көрсете беріңіз. Көрінсе міне, түсіп қала ма? Мынау кішігірім ғана жәндік. Бұны майский жук дейді. Мен суретіне көрсе болады. Жаңағы майский жук дейтін себебі, мынау май айының соңында бір 2 апта, максимум 2 аптағыдай ғана шығады, басқа уақытта жоқ болады. Именно шұқат дейтін ағашты ғана, соның жапырағын ғана жейді, и то гүлдеп біткен екен. Ары қарай жоқ, ешкім білмейді онша, қайда кетеді. Сол кезеңде теріліп алынады. Ары қарай жаңағы арнайы кептіреміз. Спирттерін кептіреміз, ұзақ мерзім сақтау үшін. Егер жаңа осы 1-2 айдың көлемі болса, спиртсіз кептіреміз, себебі ұзақ мерзім сақтау үшін. Ол бір. Бұны кейін кісілерге береміз, мысалы бала көтеру мәселесі болмаса, ер азаматтар енді просто айтады, ана мынау деп. Мен ер адам болған соң, маған ер адамдар шығады по-любомша. Жаңағы енді ермен сөйлесу ыңғайсыз тумайды ол, бір тілде болғаннан кейін. Жаңағы именно бұл простатит дегенмен суық инфекция жағын емдейді в основном. Себебі бұны ішкен кезде реакция береді. Алғашқы күндерден бастап әсерін бере бастайды. Зар арқылы тазалай бастаған өзі жаңағы көреді өзі ішіп жатқанша. Жаңағыдай іріңді аралас сияқты шығара бастайды. Оны бәрібір қалай түсіндірсем, оны ішкен адам алғашқы күннен бастап әсерін біледі ғой. И то мен оның қолдан жолын өзім айтып отырамын да. Чтобы қатты әсер беріп кетсе, не ішкізем, или вообще әсер етпесе жатса, көтереміз нормасын. Демалатын күндер бар. Ау? Индивидуалды түрде тағайындалады, иә. Мысалы, бұны ішуге болмайтын жағдайлар бар да. Мысалы, ең бірінші очередь язвасы барларға. Бірінші очередь. Неге десеңіздер, мынау жараның бетін ашырады. Жаңағы суықты қалай бұл шығарады? Іштегі суықты істеу үшін жаңағы енді урологтардың әсіресе совет заманынан қалған урологтардың ол реально қазіргі жағдайда болып жатыр. Арт жақтан шұқылап жаңағыдай бір массаж жасайтын бар. Ол вообще дұрыс емес нәрсе негізі. И сол нәрсені суық шығарам или безді кішірейтем деген каналды ашам деген сияқты амалдар жасау үшін ғой. Именно мынау жаңағы бездегі қатып қалған суықтың бәрін ерітіп, зар арқылы тазалайды. Ол кезде автоматом қан айналым жақсарады. И соның нәтижесінен жаңағы ер азаматтарға тез түрмеу мынандай нәрсе қалыпқа келеді. Бұны ішкен кезде жаңа ерткіш қасиеті бар деп ғой. Тілде ұстап тұруға болмайды. Біреулер болған, мысалы мынандай жағдай, дәмін көрейін деген ғой енді. Өз алдына дәмін көрейін деп тілі ойылып қалғанда, мен оны ескерткем, соған қарамастан дәмін көргісі келген білмеймін енді. Өз алдына зерттеп. Жалпы дәмі қышқыл, иә? Жоқ, кәдімгі таблетка сияқты қабылдайды, бұның дәмін ешкім білмейді. То есть сразу ішеру керек та. Ол кісі жаңа тілі ойылып қалған сол. Бұл ерткіш қасиеті бар, жаңа суықты инфекция барлығын ертіп тазалайды. Бұның емі осы. Және де жаңағы екінші бала көтеру мәселесі осы ғой. Оған қатысты ешқандай не дейді, гарантированный нәрсе жоқ. Неге десеңіз, ол менің қолымдағы нәрсе емес. Маған жаңағыда келеді ғой. В основном әйелдер жазады, точно. Именно бала мәселесінде әйелдер бірінші жүгіреді. Мен сразу айтамын, жазғаннан бала көтеру мәселесі десе, анализдеріңіз кәдімгі деймін. Мен енді не дейді, медицинский білімім жоқ, бірақ мен кез келген анализдерді қабылдап, жаңағы бүйрекке, жалпы бүйрекке де бүйректегі тас барлығын түсіреді оған.
гарантированный да. И жаңағы сразу айтамын, күйеуіңіз екеуіңіздің анализдеріңізді жіберіңізші, бұған дейін тексерген шығарсыздар, әлде бірінші келіп тұрсыз ма деген сияқты. В основном әйелдер өздерінің жібереді, күйеуіңіздікі десем, жоқ. В основном біз енді қазақ қоғам болғандықтан ба, ана сен бар деп ананы жібере береді, а өзі емделмейді да. Сол үшін мен әдейі айтамын, и алтын қоңызды ниет етіп ішіңіздер, бұл не значит гарантия жаңағыдай бала көтеріп кетесің деген. Просто ниет етіп ішіңіздер. Себебі бала көтеріп жатқандар бар да, мен контактісін бер десе бере аламын, ол айдан анық нәрсе да. Мынандай жағдай, екеуіне әдейі бірдей қылып беремін. Енді, конечно, әйел адамға қатты әсер етеді, сол үшін нормасын кішірек қылып. Екеуіне әдейі бірдей беремін, чтобы егер біреуіне беріп қойып шынымен де болып кетсе, по-любому кінәлау болады, ол астарында жатыр ғой, сенен екен ғой деп, ана отбасындағы кикілжің пайда болу ықтималы жоғарыда. Сол үшін де мен екеуіне бірдей беремін. Және рахметін айтып жатқандар бар, отзывтар бар. Менде отзывтар деген анау инстаграмда бір 200-300 ғана салып қойғам, ол қаншама 3-4 жылдан бері ше. Солай. Жалпы алтын қоңыздың емдік қасиеті именно ер адамдардағы суықты инфекцияны тазалайды. Простатит деп шатастырудың қажеті жоқ. Себебі простатит десе елдің бәрі жаңағы тез бітіру, я болмаса тұрмай қалу, анау ер адам. Негізі оның жаңағы жыры көп та, оныншы ана кез келген жерге барса сен простатитсің деп шығарып салады да, кез келген дәрісін давайте мынаны ішесің и все. Ондай деуге келмейді ғой. Бұның әрқайсының себебін анықтап барып емдегеннен кейін сонда нәтижелі болады. Бұлай просто так сен мынандай екен, давай мынаны іше сал деп. Солай. Курсы қанша, Нұрқаділ мырза? Қанша уақыт ішу? Мынау қазір мысалы бүйрекке болатын болса 20 штук қана беріледі. Именно бүйректе 3 миллиметрден ол түсу керек қой снимкаға. 3 миллиметрден аспайтын болса тастың көлемі, онда біз береміз. 3 миллиметрден асатын болса, уже ол да бір жауапкершілік қой. Былайша айтқанда беруге бермейміз. Себебі приступ берсе, ол кісі қиналып қалады. Себебі каналға тұрып қалады, қуықтың тасы болады, басқа тасы болады да. Именно 3 миллиметр ол каналға сиятын болғандықтан, зәр каналына біз 20 штук қана береміз. Именно жаңағы ер адамдардың конкретно қазір кәдімгідей мен шынымды айтсам бұрындары ше, баста-баста баққан кезінде бір 40-тан асқан кісілер келіп, ол нормальный да. Ол кезде по-любому жүріс қозғалысы аз екен. Қазір мен шынымды айтсам 20-25 жігіттер де келе береді маған. И ол қалыпты жағдай болып қалғанда, қазір жастардың өзі ауырып бастап жатқаннан кейін ше. Жалпы ол мәселеге 40 штук алтын қоңыз беріледі. Бұны ішу ұзақтығы примерно 3 аптадан ар жақ бер жағдай. Біреулерде 1 айдан асып кетеді, біреулерде сәл жетпей қалады. Ол енді организмге қалай әсер еткеніне байланысты. Мен айтып отырамын деп жатқаным сол да, себебі оның бәрі бүйтіп айтқанмен бәрі өзі шамайды. Қатты әсер беріп кеткен күні бәрі мен айтуым керек деген сияқты ше. Солай 40 штук жеткілікті. Күнде ішіп отыра ма? Бірінші күні мысалы біреуден бастайды, жаңағы ұнтақтап, қанаттарын жұлып тастап, ары қарай мен айтып отырамын. Мен қазір көрсетейін бе қанаттарын? Көрсетіңізші, маған өзіме қызық болып тұр. Былай ұстап тұра аласың ба? Мысалы, мына жерде 20 штук, мынау 20 штук. Қазір біреуін аласайын. Мысалы, мынау көрмеймін екен. Мынау кішігірім ғана алтын қоңыз. Бұны эфирден шыққан соң былай суретінде көрсе болады. Мынау қанаттар, сары қанаттар, қажет емес сары қанаттар ше. Салған бөлігін жақсылап ұнтақтап, суға езіп салады. Мына суға езіп салады да, ішереді. Болмаса тамағына сал жерді да, артына су ішереді, жылдам ішереді и все. Болады. Өзі байқалмайды. Иә, сол кезде байқалмайды. А то дәмін көрем, анау деп жаңағыдай қиындық туғызады ол. Бір-екі апта жазылу қиын да онда кейін. Ол езіп жіберіп ішу сол дұрыс секілді өйткені қоңыз қылып жүрген бәрібір де басқаша да, біз неғыппен реттейміз ғой барлық нәрсені. Езіп жіберіп суға араластырып ішсе, сол более тиімдірек сияқты және оңайырақ сияқты. Қандай кері әсер мүмкін, Нұрқаділ мырза? Жаңағы язва бірінші очередте язва болса берілмейді. Оны енді бәрі салмаумен емдеу керек. Ол өзі салмаумен емдеудің өзі әжептәуір уақыт алады. Именно язвада ше. Гастрит жағдайларында іше береді, ол жеңіл тұр ғой. Одан кейін давлениесі барларға. Жалпы оған қатты бір
кері әсер етеді деген нәрсе емес. Просто мен өзім жауапкершілік алғым келмейді. Именно давлениесі жоғарыларға ше, рабочий режимдегі давление бола береді, ол барлық жерде неме ғой. Сол мәселелерге. Әйелдер мәселесінде мысалы бүйрекке ішіватыр, анау деп сұрайтын болады. Ол кезде бала көтерген, бала емізетін, асқазан язвасы, сол мәселелерге ішуге жоқ та рұқсат. Ер адамдар жаңа язвамен жаңағы не айтқандай давление болады, рисковать. давление жоғарылатын болса, сол мәселелерде берілмейді. Енді мысалға сіз парақшаға кіріп алтын қоңыз туралы более подробно мағлұмат алуға болады ғой, парақшаңызда мысалы қазір? Парақша, по-моему, көрініп тұр парақша. Болмаса негізі алдыңғы бір эфир жасағам, сол кезде де мен номерді сұрап жазғанымызда, мен себебі шынымды айтсам инстаграмға кіруге де уақыт болмайды, себебі күнделікті жолығатын келетін адамдар бар. Я болмаса сразу WhatsApp-қа жазғанымыз, WhatsApp-қа жазса маған кешке болсын жауап беремін. Мен де шынымды айтсам былай ғой, қазір маған беріңдер телефон, жұмыс нөмірді әкеліп берің. Шынымды айтсам күніне 50-80 сообщение кемі келеді да. Сол ғой, сол себеп WhatsApp-қа жазса екен деймін. WhatsApp-қа жазса мен сұрақтарын сұрайды, мен жауап бере аламын. Звонок көтере алмайтын уақыт болады. Нұрғаділ мырза, мен мына жерге прикрепление жасайын деген едім. Маған номер айтыңызшы, WhatsApp, мен сақтап қояйын. 8707 257 14-19. 14-19, 14-19, мына алтын қоңыз дедім, мына номерді бердім. Енді осы жерде қыздар екен, мен осыны прикрепление жасаймын, мына комментарийге қойып қойдым. Осы номерге Нұрғаділ мырзаға шығып, подробно консультация алып, индивидуалды түрде бұл тағайындалады, дұрыс түсіндім ғой Нұрғаділ мырза? Егер ол именно просто бүйтіп келмеу керек та, маған алтын қоңыз керек еді. Неге десем, не үшін мәселе, мен сұраймын ғой, есіңіз кім болады, қай жақтансыз, не мәселеге еді деген сияқты сұрасам, бір жауап беру қиында, біздікі сол простатит қой деп Яламай тұға. Сондай да. Ялудың қажеті жоқ дейсіз ғой, сонда өз проблемаң. Мен сонда айтсам, мен өзім барлығымен полигон тілдесіп аламын, егер хабарласса, басқа қалсақ, себебі бұған дейін бәрімен кәдімгі бір тілде сөйлесеміз, ол қатты қиындық туғызбайды. Қазір көрсетейін да. Мысалы, мына жерде менде көріне ме, көрінбей ма? Экранға қатыңыз. Қатып қалды. WhatsApp-ын шынымды айтсам, қатып қалды. Мысалы, қазір мына жердің өзінде қазір 22 сообщение тұр да. Бұл мен сізге эфирге кіретін деген. Мен шынымды айтсам, күнделікті WhatsApp-қа жауап бермен, адам қабылдаумен, сонымен уақытын өткізеді. Сол үшін де WhatsApp-қа жазып қойса екен деймін да. Менде мысалы сақталғаны бар, сақталмағаны бар. Мен только сақтаймын, менен алған клиенттерді ғана. То есть в основном да 3-4 жылдан бері менде 8000 контакты, 8,5-ға контакт өткенде көремін, 8,5 өлі, мен 8,5 болып қалыпты ғой деп. Мен де шынымды айтсам, бұлай видеолар түсіреміз, салып қоя саламын да, онда да болса соңғы 1-2 жылдықта ғана. Әйтпесе менде WhatsApp арқылы сразу шыға береді да, міне мына танысымнан алдым, мына танысымнан алдым. Солай да? Сарафан кете береді, Сарафанный рекламамен. Енді Нұрғаділ мырза, мысалға сіз жаңа айтып қалдыңыз, сіз халық еммен айналысасыз, Халық еммен айналысқаннан кейін тек қана қоңызбен шектелмейсіз, басқа да саумал деп бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, енді естіп отырсам. Мысалға бола ма, жаңағы алтын қоңыз туралы сұрайды, тағы да плюс проблемаларын айтса, соған қосымша ретінде тағы да бір методтарды айтып, более сол адамға бір ем жүрген, осы именно халық емі бойынша көмек көрсете алады? Мынандай нәрсе, егер язва десе, мен сразу кеңес берем, маған келіп шамайды бәрі саумалды. Өзіңіздің тұрғылықты жеріңізде саумал болса, ішіңіз деймін. Саумалды жаңа язваны жазудың ең оңтайлы жолы саумал. Егер шыдам жете алса, барып келіп, енді көп жағдай недоступный да. И то саумалды қай кезде ішкен дұрыс, ең болатын кезде айтайын. Мамырдың ортасынан бастап маусымның аяғына дейін. Себебі осы кезде ғана көкшөп болады, басқа уақытта көкшөп болмайды. Осыны ескеру керек. Ол бір. Екінші, именно таудың саумалын ішу керек. Жасыл жерек. Себебі таудың етегінде ғана өседі. Таудың етегінде жаңа дәрілік шөптер. Жылқы соны ғана теріп жейді. Егер
саумал ішіп жатырмын, ем болсын деп анау рекламаға сеніп жаңа қалада или бір ауданда жалпы кепкен шөп, я болмаса жем жеп, сол жемнен саумалын ішіп, ол шынымды айтайын ешқандай да ем болмайды. Қанша ол жақсы, то есть жаман деген сөз емес, бірақ ем болмайды. Оны ескеру керек та. Именно язваны емдеу үшін мен мысалы осындай кеңестер беріп отырамын да, білгенімше. Иә, мысалы мынандай біреулерде екінші сұрайтын, мысалы менде бар болса айтамын, мынандай бар, болмаса өзінде жоқ өнім болатын болса мынандай ішіңіз деп айта беремін ғой. Себебі атамның көріп жүрген бар, мынаған барыңыз, мынандай істеңіз деген сияқты. Екінші, бізде бал бар. Бұған өзімше простатит бал деп қойғанымызда, бұл именно ер адамдарда таңғы эрекция деген нәрсе в основном 25-30-да емес, именно 40-50-ден кейін уже тоқтай бастайды. Иә, осы таңғы эрекция потенция жағын арттыру үшін қолданылады. Бұл гречишный методтан жасалынады, арнайы қоспалармен. Одан кейін мынау борышты май бұдан аз ғана қалды, енді бұл себеп борышты май, тағым 2 май, аю тамыр деген шөптерді 8 сағат қайнатып барып жасаймыз. Мынау қазір 3-4 қалды, қалғаны күзден кейін дайын болады. Себебі борышты ұстауға жалпы жазда ұстауға болмайды, бұл көктем айларында төлейтін уақыт. Одан кейін мынау көкемарал шөбі. Бұны кеше ғана дайындадым. Бұны тұмауға мен жалпы кез келген өнімді әуелі алла жаңағы гарантированный беріледі ғой. Мына мысалы көкемаралды ішіп, ойбай, мен жаңағыдай жазылмадым десе, ақшасы қайтарылады, без проблем. Неге десеңіз, бұл Google-дан іздесе де тұр да. Жаңағы тұмау, грипп, кез келген, именно мынау хронический грипп болып кетті, бронхит, анау, жалпы именно өкпенің жаңа қабыну, өкпенің суы пайда болған соң, жаңағы неме болады ғой, тұмау болсын, басқасы болсын, грипп. Именно соны сразу бір күн, 2 күн ішсе, 500 жарты литр, осы даже бұның жартысы да жетеді бір адамға, сразу емдейді. Одан кейін мен мынаны бокалшкаға қойып қойып, мынау алтын тамырдан жасалынған. Алтын тамырды бәрі біледі бұншы. Кез келген, білмеймін, алтын тамыр бәрі біледі деп ойлаймын, себебі халық арасында көп таралғанда. Бұл күш қуат беретін шөп. Әлсіреп жүрген, қай жағынан болмасын, любой жағынан күш қуат береді. Иә, иммунитет көтеру, енді әлсіреп жүру, басқа деген сияқты. Сондай өнімдер бар. Басқа да шөптер бар, если ол кейбір шөптер, мысалы, таудан теріп әкелу керек, басқасы бар да. Оларды дайындау керек болса, мен айтамын, мынанша уақыт күтесіз, сіздің мәселеңізге осынша уақытта дайын болады. Мысалы, мынау алтын тамырдікін 15-20 күн дайындалғаннан кейін күту керек. То есть, мысалы, дайындаймыз, мынаған енді бір апта болған шығар. 15-20 күннен кейін көлеңкеде сақтап, одан кейін барып беріледі. Себебі бірінші неме қылғаннан, то есть тұрған сайын бұл күшін көбейте береді. Иә, әсерін күшін көбейте береді. Сол сияқты ғой. Енді сұрауы мүмкін, сенің шөптерді алуға жалпы рұқсатың бар ма, басқа сияқты деген сияқты. Енді бұл сертификат мәселесінде сұрайды. Иә, ол енді нақты сенімді ма, басқа ма деген сияқты. Біз басқа істейтіміз, кейін бізде ем алып жатқан кісілер көмектесті. Мен өзім осындайда істеймін. Менде жалпы енді бұл алтын қоңыз болсын, басқасы болсын, біраз адамдармен таныстырған екен айтайын деп жатқаным ғой. Мысалы, мынау сертификат беріледі. Именно халық емшілігімен 3 жыл, 5 жылдан асық айналысқан адамдарға ғана, басқа ешкімге берілмейді. Мынау сертификат именно фитотерапия, шөпті таудан теріп алып жасауға айналысуға, то есть сатуға барлығына рұқсат деген сияқты. Мынау мен осы жылы сәуірде бардым ғой, да? Сәуірде андай бір апталық форум болады, форум болғанда андай халық емшілер одағының жаңа немесі, сол кезде халық емші деген мынандай куәлік беріледі. Лицензионный, мынау лицензионный. Оны мен, по-моему, немеге инстаграмға да салып қойғанмын, ол немесі. Менде просто ана келген адам сұрайды ғой, сізде сертификат бар ма? Негізі, по-моему, сертификат деген нәрсе қатты әсер ете қоймайды, оның ем болуына ше. Мен айтамын, сеніп ішіңіз, ниет етіңіз. Мен бұл сертификат шешпейді. Просто бұл біз заң жағынан дұрыс па, дұрыс емес па. Само собой нәрсе,
әйтпесе менде ол жаңадан келген адамдар сұрайды, әсіресе сертификат мәселесін. Әйтпесе менде бір адам сарафанмен келген адам точно сұрамайды, болды маған ем болыпты, маған да ем болады деген сияқты ше. Нұрқаділ мырза, енді біз жаңа ер азамат деп жатырмыз ғой, бірақ мысалға басқа да сұрақ қойып жатырмыз. Сахарный диабет дейді, астма дейді, аллергия дейді. Осы ауруларға да пайдасы бар дүние бар ма сіздің заттардың ішінде? Так, аллергия именно қандай да, аллергияның түрі көп та. Мысалы, мен видео жариялап қойғанмын. Қышыма бар ғой. Қышымаға мысалы қылша шөп менде YouTube видеосынан көрсетіп қойғам, қайсы шөп екен. Мына қылша шөпті алып бүйтіп қайнатасың деп ше. Оны қайнатқан кезде өзі қып-қызыл су болады. Сонымен 2-3 күн шомылдырса, ол қызылша кетіп қалады. Сахарный диабетке мынандай нәрсе. Жалпы сахарный диабеттің әңгімесі ауыр болғаннан кейін, оны жалпы қазір мемлекеттің өзі оны арнайы емдеу жолын тегін қойып қойғанмен, оның емі күрделі әрі әлемде жоқ немес да, ол біз шынымды айтсам онымен айналыспаймын. Мен совет берсем, только дәрігерлерге бара беріңіз, себебі бәрі оны жаңалық ашып қажет емес та. Мысалы мыналар жаңалық емес, бұл баяғыдан келіп жатқан нәрсе. То есть баяғыдан келіп жатқан емдер болған соң, бұны қолдана берсін. Сахарный диабетке бар енді халық емшілігінде жаңағыдай батыста шөп бар еді, жапырақты үлкен, соның тамырын қайнатып ішеді деп ше. Атын ұмытып тұрмын. Сол шөпті қолданып емделдік дейді. Мен нақты бана деген сияқты сұрақ қоямын. Маған біреу айтты да. Бірақ сахарный диабетке ондай неме жоқ. Мысалы өтке дейді, өттің тасына, мысалы айтпақшы, алтын қоңызда өтті тасы болса берілмейді. Сол нәрсеге ұмытып кеттім ғой. Өтке болатын болса, оған жаңа рауашка бар ғой. Рауашканың тамыры көктемде гүлдеп біткеннен бастап уже қазып ала беруге болады. Бірақ енді ол таудың ең ұштарында ұшады, өседі. Тамыр қазып алу, тастың арасында оны өте қиын. Сол нәрсені қайнатып ішсе, өттегі тасты түсіреді. Ол дәлелденіп қойған. То есть бұған дейін ішіп жүр да, мен енді ауылда осы басқасы болсын келеді ғой енді. Солай. Енді сіздің бұл жаңа жасап жатқан өнімдеріңіздің, мысалы алтын қоңыздың орта бағасы қанша? Олардың тек қана осы бір түрде сатыла ма, или басқа да түрлері бар ма бұның? Жоқ, алтын қоңыз деген жоқ. Өзі бір сатылы. Жоқ, бұны өзі бір-ақ рет ішеді, бұны қайта-қайта іше беретін дәрі емес қой бұл. Осы мысалына 43 күн 42 мың теңге. Себебі мынандай болды ғой. Мен алдындары сатып жүргенмін, чекті түсіріп қойып. Мысалы 32 мың теңгеден туда-суда деген сияқты. Себебі мынандай болды да, ескісі ма, сенікі, басқасы ма деген сұрақты көбейтті. Мен 42 мыңнан сатуға мәжбүр болдым. Қазір ондай сұрақ қойылмайды. Себебі бұл алтын қоңызы таудан мен ғана термеймін ғой. Басқа да нелегальный адамдар ма, жалпы теріп, жалпы жаңа 42 мың, 50 мың, 80 мың деп бағаны қойып қояды да, маған келеді, сен 32 мың сатып жатқан соң, сенікі ескісі ма деген сұрақ қойды ғой. Қойып кетті. Мен көтеруіме тура келді да. Айтпесем, сол 30 мың, 40 мыңнан сатылып жүрген нәрсе. Зато бұнымен жырғып ұзақ уақыт жүрмейді. Себебі урологқа барса, шынында кейін 200 мың, 300 мың, миллион құртты ма, ондай әңгімелер көп, оны барлығы біледі деп ойлаймын. Ол бір урологтарды бір неме қылу емес. Именно сондай урологтарға түсіп қойған адамдар келеді деп ойлаймын. Ол урологтың да маманы бар, андрологтың да мен деген мамандар бар. Соларға барса, нәтижелі ем қабылдаса, то есть ауруды берген Алла, емдейтін де Алла ғой, емін де береді ғой. Солай да? Өтім қоюланған дейді, оған бір осы жасап жатқан шөптің ішінде бір дүние бар ма, сол өттің қоюланған? Мынандай нәрсе да, өттің мәселесі де ауырлау. Себебі бүйрек сияқты ол приступер қойып, шыдап кетуге болатын нәрсе емес та, өттікінде, то есть бұл ауырлау негізінде шыны керек былай қарайтын болсақшы. Сол себептен мен шынымды айтсам, көп жағдайда өзіме жақындатпаймын. Лучше врачқа барыңыз, ол сізге анализ береді. Оларды көбінесе егер қатты асқынған болса, даже өтті алдырып тастайды көп жағдайда. Егер бергі жаңағы кішігірім тас, я болмаса жеңіл степенде болса, жаңағы мен айтқан рауашканы қайнатып ішеді. Демдеп емес, қайнатып.
обязательно қайнау керек. Мысалы, мен мынау көкемаралды демдеп ішсе болады, қайнатып ішсе болады да. Демдеу үшін мен оған мысалы көкемаралды беріп жіберсем, бұл шөпті, оны демдейді да сразу іше береді, болады да. Ал мен бұны қайнатып қойып ұзақ сақтауым керек қой. Сақтау үшін қайнату керек. Әрқайсысының өзіндік жаңағы жолдары бар дайындаудың ше. Мысалы алтын қоңызды просто кептіре салмайсың, оны да бар. Балды мысалы мына балды айтылатын 8 сағат қайнату, ол әжептәуір нәрсе. Әрқайсысының дайындалу жолы әртүрлі. Өзінің дайындалу несі бар деп жатсыз, иә? Енді қараңыздар, бұл сіздерде жалпы өзіңіз доставка бар ма басқа қалаларға? Оны холодильникте арнайы сақтау керек па? Оның бір температурасы болу керек па? Осы жөнінде айта кетсеңіз. Мынандай, біз жалпы мен өзім кез келген нәрсемен айналысқанда сақтау мерзімі әдейі жасаймыз ғой. Себебі мынандай нәрсе, мен мысалы күні кеше 1-2 күн болды босап жатқанымда, именно мамырдан бастап осы маусымның ортасына дейін мен шөп терумен, жаңа нәрселермен айналысамын. Себебі осы кезде гүлдеп бітеді, или гүлдеп атқан болады, сол кезде жинап алып үлгеру керек, басқа уақытта жоқ ол уақытта ше. И біз алған шөптерімізді сақталуын енді маңызды ғой, себебі мен оны қыста сұрап қалатын бар, көктемде сұрап қалатын бар, жазда сұрап қалатын бар, соған дайындаймыз. Иә. Мысалы спиртпен кептіретін нәрселер болады. Мысалы алтын қоңыз спиртпен кептірсе ұзаққа жетеді. Әйтпесе спиртпен кептірмесе ол кәуіп болып қалады да, күші жойылып кетеді. Солай да кез келгенін шынымды айтсам, жаңағы көлеңке құрғақ жерде сақтайды. Мына балдан басқасын. Мынау алтын бал деген именно суықты алады, қуықтағы, бүйректегі, жалпы. Мына алтын қоңызды кейбіреулер жаңағыдай шынымды айтсам, жиіркенемін, оны қалай ішемін деп жатса, болмаса балды ішіңіз деп айтамын. Мынау алтын бал деп қойғанбыз. Бұны жаңағы холодильникте сақтау керек, строго да. Айтпесем бұл айнып кетеді. Ол енді май ғой, құрамында май бар ғой, не дегенмен. Қалғандардың барлығын көлеңке құрғақ жерде сақталынады. Сақталу солай, қарапайым, қиындығы жоқ. Басқа қалаларға жеткізу бар ма? Доставка. Мен мынандай мәселе, мен өзім Шымкентте тұрамын, жолығатындар, мен Шымкентте қай қала деп сұрайтын сол да. Келіңіз, жолығайық, сөйлесейік, Шымкентте болса. Басқа қала болатын болса, Алматы болатын болса, бізде арнайы доставканы жолға қойылған. Алматыда, Сайранда бізде контейнерден алып кетеді точкадан. Ал басқа қалалардың барлығына курьермен жеткізіледі. До дома жеткізіледі, онысы бұған дейін. Келіп, кездесіп, жолығып, егер Шымкент қаласында болса, немесе осы қалаға келе алатын болса, сізбен кездесіп, жаңа затты көріп, сөйтіп барып алса да болады. Иә, былай айтқанда, ол ашық. Жоқ. Жасырын нәрсе емес, бәрін жаңағыдай неге де доставкамен жіберуге де болады, не болмаса сізбен жолығып, консультация алып, содан кейін барып та қолдануға болады, иә? Енді қараңыз, мысалға жаңағыдай қолданғаннан кейін бір кері әсерін қалай байқауға болады? Мысалы, жақпады деген дүние. Еде бұл бәріне осылай жаға бере ме? Жаңағыдай язвасы жоқ, қан қысымы жоғарыламайтын адамдардың бәріне бірдей жаға ма? Бәріне бірдей жағады. Мынандай случайлар болады. Мен әлі тексерілмегем, алтын қоңызды ішіп жатқан ем, что-то бүйрегім приступ беріп жатыр дейді. Дейміз, онда алтын қоңызды тоқтатыңыз, барып түсіп қайтыңыз. Егер жаңағыдай, ол да тас болуы мүмкін, или просто суықтың өзінен де кейде приступ беріп жатады да. Егер еш нәрсе жоқ, нормально десе, онда ішуін жалғастыра береді. Ол тексерілмей келген клиенттерде кейде кездесетін жағдай, атак былай ондай кездесе бермейді. Бас айналып, мысалға жүрегі тарсылдап, өйткені мысалға көбінесе жаңа айтып жатырмыз ғой, ер азаматтың жаңа белсенділігін да, мүшесінің қан айналымын жақсартатын, белсенділігін арттыратын препараттардан көбісі кейде болады, жүрекке кері әсерін тигізіп жатқан, жүрек тарсылдап, бір ұйқысыздық болып деген сияқты. Бірақ бұда ондай жаңағыдай побочный эффекттері жоқ, иә, ондай особо. Ол, по-моему, қателеспесем, егер ода тәуелділік туғызатын, или сондай бір нәрсе қосылса арасына, ол точно басты айналдырады. Басты айналдыру деген нәрсе, то есть шөптен жасалған нәрсе болмайды. Егер сол жасалынған өнімнің арасына жаңағыдай тәуелділік туғызатын, или күшейткіш плюс бір нәрсе қосылса, сол кезде ғана болатын құбылыс, бас айналу деген. Ал жүрек, анау, мен шынымды айтсам, оны жағынан білмейді екен. То есть маған ондай болмағанда, жүрек айнап басқа болды.
ешқандай жауаппен шықпаған, осы 3-4 иә жылдың ішінде айналысып иә жатқан кезеңде жағымен шықпаған, иә. Сіздің максимально өте жас мынандай ерекшелік бар ма? Мысалы, мына жастан бастап, мына жасқа дейінгі деген жас ерекшелігі бар ма? 18 бен 60 жас строго. Неге десеңіздер, 18-ден төмен ол уже балалар, мен врач емеспін ғой. Мен, то есть, оған нақты жеке дәрігер емеспін, оған кез келген нәрсені ұсына беретін ше. То есть, ол да бір жауапкершілік болғаннан кейін. 60-тан асқан деген себебім, жаңағы, мен шынымды айтсам, жылай қоймаймын, себебі оларда денсаулық кеткені бар, басқасы бар. Ол әдейі алуы мүмкін, менде бәрі дұрыс деп ше. Жаңағыдай, менде давление де жоқ, басқасы да жоқ, бола береді, маған берсең болды деп. Мен сол үшін де 60 жас пен 18 жас аралығында ғана жаңағы кез келген. Жарайды. Енді қараңыз, мысалға сіз спермограмма, тағы да бір анализдер жіберетін болса, өзіңіз қосымша бірге консультировать етіп беретін бір қасыңызда уролог танысыңыз бар ма жалпы, егер мысалға бір қандай да бір сұрақпен шықса? Или сіз уже... Жоқ, мынандай, егер именно спермограмманың қандай, ол спермограмма тапсырған кезде мынандай ғой, простатит белгісіне тапсырса, мысалы, қан алатыны бар, мазок бар, басқасы бар. Мен білімім жеткен жерлерін мен өзім айтамын. Так, сізде мынау мысалы, не дейді, малоподвижный, басқасын бәрін мен өзім айта беремін. Ал егер шынымен конкретный сұрақтар болса, мен қай қалада екеніне қарап, мен шынымды айтсам, урологты сәлде болсын тани білемін, Құдайға шүкір. Мынаған барып көріңіз, осы сізге жақсы кеңес береді деген сияқты нұсқай аламын. Шымкент қаласында, немесе Алматы қаласында, Астана қаласында болса, немесе сондай таныстарыңыз бар ма, немесе білетініңіз жоқ дәрігерлер бойынша? Мен кешіріңіз, иә, мен таныстарыма жібермеймін, то есть мен ешқандай урологпен танысып доктор деп білетін, танитын докторлар деген ғой енді. Сондайларға жібересіз, иә? Иә. Жақсы, өйткені мысалға болады, ол это нормально, өйткені кейде мысалға біздің не бойынша, біздің бағыт бойынша да, мысалы жатыр мойнын көрген кезде, мына аппаратқа мына жерге түскен жақсы, өйткені ол сол жерде жақсы түсіреді. УЗИ болса, немесе басқа да бір МРТ болсын, басқа болсын, мысалға мен де өзім жақсы түсіреді деген жерлерге нұсқау айтамын да, жаңағыдай нелерге, пациенттерге. Бірақ енді адамның өз шешімі өзінде, может өзінің дәрігері бар шығар, өзінің танитын адам деген секілді. Жақсы, Нұрқаділ мырза, түсінікті. Бағасы да енді егер де именно осындай қабынуға қарсы, жаңа айтып жатырмыз ғой, инфекцияға қарсы дегенде, бұл енді инфекцияға қарсы деген кезде біз білуіміз керек та, мысалға бұл нетрадиционный метод болсын, фитолечение болсын, біз бұнда фитолечениені немесе нетрадиционный лечениені біз основной орынға қоймаймыз да, біз как қосымша ретінде, мысалы біз дәруменді ішетін болсақ, біздің қабылдап жатқан препараттарымыз біздің ағзамызға дұрыс сіңсін, дұрыс әсерін берсін деп, өйткені инфекцияға ем алған кезде біз міндетті түрде иммунитетті жақсартатын дәрумендер береміз. Неге? Өйткені сол инфекциямен былай айтқанда күресу үшін ағзаның иммунитеті мықты болу керек. Енді сол секілді, мынау нетрадиционный, мысалға жаңағыдай халық емі деп жатырмыз ғой, қыздар, сіздер дұрыс түсініңіздер, ойлап қалмаңыздар, простатит болды, немесе тағы да бір болды. Енді талай оқырмандар көреді да, бұл жерде не болыпты сонда, простатит болса, немесе осындай бір воспаление болса, бір препаратпен емделе ма, немесе бір қоңызбен емделе ма деген сұрақтар туындауы мүмкін басында, өйткені талай мына жерде комментарийлер кетіп жатыр, енді жақсысы бар, басқасы бар деген сияқты. Енді 40 адам отса да, 50 адам отса да, обязательно бір жаңағыдай құмалағы болады міндетті түрде. Сол себепті бұл әрине сізге жаңағыдай мысалы дәрігеріңіз тағайындауы мүмкін, да, антибиотик тағайындауы мүмкін, тағысын тағы препараттар тағайындауы мүмкін, және де әрине міндетті түрде ол жерде жаңағыдай иммунитетіңізді көтеретін, сол ағзаның жаңағыдай жалпы әл ауқатты жақсартатын препараттар тұрады. Сол өзіңіз солардың орнына осындай алтын қоңыз секілді, жаңағыдай айтып жатыр ғой, жаңа борсықтың майы именно осы ер азаматтарға қатысты, осы ер азаматтың мүшесінің қан айналымы немесе активностіне қатысты
нәрсе өте мықты көмектеседі. Оны мен де жақсы білемін, өйткені иногда мен де ондай нәрсені тағайындаймын да, ол жағына мен келісемін. Сосын алтын тамыр деп жатсыз, ол да жақсы да. Сол себепті қыздар, біз кім көрінген адаммен біз эфирге шығып, не болмаса тағысындамыз, бұл проверен адамдар, оның страницасы бақыланған, не болмаса қадағаланған, жаңағыдай жан жақты тексеру арқылы біз эфирге былай алып шығамыз. Сол себепті оны дұрыс жағына түсініңіздер, өйткені халық емі, халық емшісінің өзінде ол кез келген адам халық емшісі бола бере алмайды. Өйткені ол адам бірінші очередь адамды чувствовать ету керек. Мысалы, бұл кісіге бір адам шығатын болса, ол уже Нұрқаділ мырзаны байқадым, андай ашық екен да, бір нәрсе болса сразу Гүлназ ханым қалайсыз деп өзіне бір тартып сөйтіп спокойно сөйлей береді екен да, бір не емес екен да, жаңағыдай бір жауап бермей қояды, бір қырсығу, не болмаса қиын бір ұяңдау бір қасиеті несі мінезі жоқ екен, сразу ашық. Сол себепті егер де WhatsApp-ына шығып, осы қоңыз туралы, не болмаса борсықтың майы, алтын тамыр деп жатырмыз, тағы шөптер деп жатырмыз, алтын бал деп жатырмыз, простатитке қарсы, солар туралы подробно сұрап, мына төменде номерін қойып қойдым. Нұрқаділ мырзаның енді сразу көбісі әрине күтуі мүмкін, жаздың бітті автоматом артынан информация Нұрқаділ мырза жетіп WhatsApp-та отырады деп қателесіп қалуларыңыз мүмкін. Енді уақыты болған кезде ашып міндетті түрде жауап береді деген ойдамын. Өйткені менде мынау кешке қарай сағат 9-10-да жұмыс біткен екен, WhatsApp-ымды ашатын болсам, енді тұрады былай тізіліп, алло деп уже бір сағаттан кейін уже сұрақ белгі, қызыл мынандай леп белгілер, неге жауап бермейсіз, неге жауап берулерің қиын деп. Сол себепті біз жұмыс басы адам болғаннан кейін, адаммен жұмыс істеп, оның жағдайын тыңдап емдегеннен кейін кейде уақыт болмай жатады. Сол себепті қолы босағанда міндетті түрде сіздерге жауап береді деген сенімдемін. Менің сенімімді де ақтайды деп отқан үміттемін. Өйткені мен оқырмандарыма осы Нұрқаділ мырзамен таныстырайын, көрсін. Өйткені действительно жаңағыдай ер азаматында осындай проблемалары бар, не болмаса өзіне қатысты проблемалары бар, талай жанұялар шығуы мүмкін. Енді әрине бірінші алла ғой, кез келген емде да, сұрап жатыр ғой, сахарный диабет деп жатыр, аллергия деп жатыр, тағысындағы да емді беруші алла. Біз тек қана біз қосымша, біз одан кейінгі себепкерлеріміз да, мен болсын, Нұрқаділ мырза болсын, басқа да профессорлар, басқа да академиктер болсын, олар ешқайсысы Құдай емес. Құдай тек қана жалғыз, біз тек себепшілер ғанамыз. Сол мамандығымызды, өзіміздің мамандығымызды более глубже оқып, қолымыздан келгенше мүмкіндік болғанша жаңағыдай емімізді көрсетіп жатқан. Сол себепті мен сенің қоңызыңды алып едім, үйтіп кетті, ондай осындай витаминді алып едім, бүйтіп кетті деп сіз алатын кезде міндетті түрде сұраңыз, оңын солын қараңыз, содан кейін барып сіз уже шешесіз. Бірақ жаңағыдай бәрін саралап көруге болады. Бірақ бұл кісінің бір несі, басқа да методтар сіздерге предлагаю. Маған жаңағы нәрсе ұнады, именно жаңағыдай не туралы айтқаныңыз, саумал туралы айтқаныңыз ше, потому что оны бәрі біле бермейді. Көбісі ойлайды, саумал дейді да, барады да кез келген үйде жылқысы болса, соның жаңағыдай биесі болса, енді жылқы деп, биесі болса, ұнтақта жүргендер бар ғой. Мынандай капсулада ішіп жүргендер бар. Енді оған да біреудің несіне, жаңағыда хақысына кірмей ақ қойын, оны да білмейді екенмін да. Бірақ жаңағы именно шөпке байланысты, айларға байланысты айтқаныңыз маған ұнады, в принципе. Өйткені действительно білмейміз. Мысалға менде өзім саумалды мен ішкенде бір ішіп көргенде саумал бір піспеген сүт секілді болды да. Мен өйткені кішкене иіске қатты сезімталмын да. Любой нәрсені балықты жейтін болсам да, маған иісі келіп тұрады да, представление. Сосын сүттің бір несі болғасын, мен саумалды көп іше алмаймын да. Сол себепті мен саумал туралы понятием жоқ екен. Бірақ жаңағыдай биеден неғылады, бір еңді сауған кездегі бір ыстық болып тұрған ең бір пайдалы деп айтып жатады ғой. Бірақ сіздің айтуыңызға қарасам, естісем, жаңағыдай определенный айларда, определенный жер мекендерде мекендейтін жаңағыдай неге байланысты биелердің сүті не екен. Сосын жаңа бір қыздар сұрақ қойып жатыр да, жаңағыдай сіз кімді имели в виду, жаңағыдай неге бие дей ма, бие не болмаса жаңағы кім ол, жаңағыдай кім, түсінбедім, осы жылқы ма или же түйе ма, сол ма, қайсының жаңағы өнімін айтып жатырсыз деп та. Айта кетсеңіз. Именно язва, жаңа гастритті емдеу кезінде биенің саумалы басқа саумал емес. Аш қарынға ішеді, жалпы 10 күн ішіп, 10 күннен болып, жалпы 3 курс қой, 10 күн ішіп, 10 күннен болып, солай жалғастырады да. Жаңағы айларда просто конкретно ем үшін ішеді. Ал басқа айларда кәдімгі жақсы, ішкен жақсы ғой. Басқа айларда кәдімгі. Просто жаңағы айда именно ем мақсатында ғана ішеді. Сол үшін нақты ем болады деген ай солай.
Иә, жаңағы аллергия дегендегі шөбіңіз туралы да қыздар сұрап жатыр. Сол күшті басталып жатыр еді, соны толықтырсаңыз, шомылу дедіңіз деп айтып бастап қалдыңыз ғой, соны айтып жіберсеңіз. Қылша шөп дейді. Ол таудың орта беткейлерінде өседі. Екі түрлісі бар. Тасқа өседі, или тауға өседі. Тау болғанда топыраққа өседі. Екі түрлісі бар. Екеуі де жарай береді. Оны қайнатады. Қып-қызыл су болады. Соған шомылдырады. Біз енді кішкентайларды шомылдырамыз. Мен өзімде кішкентай кезде қызылша болатын сондай да. Қызылшамен мысалы мен білетінім, бұрын білмегендіктен ба, әйтеуір бір 2 аптадан 4 апта жүресің, оқшауланып ше. Анамен 3 рет кейін жуса кетеді. Жаңағы қылша шөппен. 3 рет шомылдырса кетеді. Оның арасының жиілігі қандай? Мысалы, бүгін шомылды, сосын келесі қашан шомылу керек? Жоқ, разница жоқ. Бір күн тастап шомылсын, бір күн келесі күн сразу шомылсын. Даже біреулерде 2 рет шомылғанда кетіп қалады, уже қайтып кетеді. Ол не ғой? Құрамында сондайды, соған қарсы немелер бар. Енді сол просто сол шөптің өзін сізден алу үшін хабарласуына бола ма? Или егер мынандай ғой, кейбір шөптерді бізде сұраса, именно мынандайға бар ма, мынандайға бар ма десе, мен айтамын, мынандайға бар. Бұны, мысалы, мен күнде барып теріп келе алмаймын, ол жаққа мен тауға барып шығып келу оңай деп ойлайды. Ол кейде сұрап жататындар бар да, бүгін теріп әкеліп берсе, сал жерсе деп. Айтамын, алла, мынау шөп бар, давайте сізге мына күні жіберейін, ертең бүгін егер жоқ болса, біз таудан енді теріп әкелеміз. Осы аптаның мына күні шығамын тауға, сол кезде теріп әкеп. Егер шөп күйінде салып жібер десе, салып жіберемін. Егер дайындап бер десе, дайындап жіберемін. Ол қалауына қарай. Енді мынандай сұрақ сізге. Мысалға, жаңа айтып жатырмыз, осы алтын қоңыз деп жатырмыз, тағы да өнімдер деп жатырмыз. Мысалға болады ма, осы именно дін бойынша харам, халал деп енді біз заттарды, өнімдерді бөлеміз ғой. Қолдануға рұқсат бар ма жалпы осындай дүниеден сұрап көргеніміз? Мынандай нәрсе, харам, халалға қатысты пәтуа ешқандай да шығармаймын. Ем үшін қолданады ма, пожалуйста, емделсін. Егер жоқ, менің ойымша мынандай екен ғой, мен қолдана алмаймын десе, қолданбасын. Мен оған қатысты пәтуа шығармайтындықтан ол сұраққа жауап бермеймін. Даже ол сұрақты қоятын болса, емделу үшін келдіңіз ба деген сұрақ қоямын да өзіне. Келсеңіз, болды, мен айтқанымды істейсіз. Егер жоқ десеңіз, болды, қазірден уже сондай. Мен себебі оған шығармаймын ғой. Кез келген өнімге шығару пәтуа бере беретін адам емеспін ғой. Егер де жаңағыдай пәтуа дегенді түсініп жатқан шығарсыздар, тұжырымдама оған точкасын қоя алмаймын деп жатыр да, өйткені толық 100% осындай деп сонда бір шешім шығара алмаймын деп жатыр. Сол себепті енді ол жағы да бар, өйткені біз ол жағынан білімге байланысты да, именно діни білімдерді міндетті түрде соның құрамын білу арқылы сіз әрі қарай имамдарда не болмаса жаңағыдай сондай сайттардан көрсеңіз болады. Енді Нұрқаділ мырза, біздің эфиріміз аяқтауға сәл қалды. Енді алтын қоңыз деп бастадық қой, енді әрине өнімдеріңіз көп, жасап жатқан алтын қоңызға бір сипаттама беріп жіберсеңіз, өйткені жаңадан қосылған оқырмандар қайта не ол деп жазылып жатыр. Бір осыған бір тұжырымдама беріп, менің оқырмандарыма бір жақсы бір жылы лебізіңізді білдіріп, осындай кешімізді әдемі нотада аяқтасақ. Так, мынау алтын қоңыз. Мысалы, мынау біреуінде 20 штук болады. Алтын қоңыз кімдерге ішу болмайды? Бірінші өріс жаңа өтте тасы барлар, бірінші өріс жаңа асқазанда язвасы барларға, ерткіш қасиеті бар ғой, язвасы барларға, давлениесі жоғарыларға, үшінші өттегі тасы барларға. Әйел адамдар сұраса, жаңағы мәселелер плюс бала көтерген, бала емізетін әйел болмау керек. Сондай жағдайда ғана беріледі. Бұның емі ер адамдардағы суықты инфекцияны, жалпы воспаление, әйел адам болсын, ер адам болсын, суық инфекцияны тазалайды. Ол былайша айтқанда қан айналымын жақсартып, ер адамдардағы слабость болсын, тез бітіру, енді маған сол мәселелерім келеді. Екіншіге тұрмай қалды, тудасы ол әңгімесі бөлек. Сол сондай мәселемен келген адамдардың мәселесін шешетін өнім алтын қоңыз деген. Майский жүк деп жатады бұны, май айында терілетін болғандықтан. Осы алтын қоңыз деген өнім.
WhatsApp мынау тұр астында. Бір упаковкада 20-сы бар, сіз бір жібергенде сразу 40 штугын бересіз. 40 штугыңыздың өзі 42 000 теңге тұрады. Дұрыс айттым ба? Иә. Мысалға бола ма? Ол обязательно 40 штугын ішу керек қой, или 20 штугын ішсе жеткілікті? Именно жаңағы мәселе болса 40 штук беріледі ер адамдарға. Ал бүйректің мәселесі болса 20 штук беріледі. Әйел адамдарға 20 штук или 10 штук, себебі әйел адамдарға тез әсер етеді, тез жаңағыдай ем аяқталады. Себебі бұл іше берсең күнде әсер бере береді деген нәрсе емес қой. Бұл зәр арқылы тазалайды, 2 апта 3 апта тоқтайды ол. Тоқтаған кезде уже белгілі. Оның ары қарай жаңағы әсер етпеген, әсер ету қанша ішсе тоқтағаннан кейін уже болып тазаланды. Сол да. Қанша уақыттан кейін қайталауға болады, или бір рет ішу жеткілікті ме? Шынымды айтсам, бұны бұл қайта іше беретін дәрі емес қой бұл. Бір ішкен адам жетеді, сол бұл не қылады қайта бұл жетеді сол. Иә, курс қайталап, бұндай жасаудың қажеті жоқ. Бір рет осы 40 штугын ішу жеткілікті, иә. Мысалға сізге шықты, сізден өнімді алды, сіз обязательно онымен кері байланыс жасайсыз, иә, сол өнімді. Мынандай ғой, WhatsApp-қа жауап берген кезде, мысалы, WhatsApp жазылды, мен мысалы мына нөмірге ары кеткенде, былай айтайыншы, 24 сағаттың ішінде по-любому жауап беріледі кез келген адамға. Ал алған клиенттерге мен екінші WhatsApp беремін. Сіз алдыңыз, сізге оларға уақытылы жауап беріп отырады. Мен белгілі бір айтамын, мынандай уақытта жазып отырыңыз, мынандай уақытта қалай болып жатыр, өзім сұрайын болмаса. Оған екінші WhatsApp беріледі. Алған клиенттерге оларға уақытылы жауап беріп, оларға күні бойына жауап бере беремін, разница ашу. Ал мына 14-19 негізгі нөмірге бәрі жазады. 1-2 сағат кешігем. Мен де шынымды айтсам, кейде жеке нөмірін тауып алып, хабарласады, маған жауап берші WhatsApp-тан. Иә. 24 сағаттың ішінде, бірақ 24 сағат дегенде шиғатта бір күн емес, бір 2-3 сағат күтеді. Мысалы, обедте жазғанда, мен шынымды айтсам, обязательно сағат 8-ден түнгі 12-ге дейін 4 сағат тоқтамай жауап беремін. Күнделікті сондай. Тоқтамай бәріне жауап беремін. Менде, мысалы, осы уақыттарда сразу 80-ге дейін көтеріліп келеді сообщение. Бәрі осы уақыттарда. Барлығын жауап беремін дейсіз ғой, жақсы, өйткені кері байланыс жаңда жасау болған дұрысырақ, өйткені бұл жаңағы аптекадағы парацетамол емес, сол себепті сұрақтары көп болуы мүмкін оқырмандардың. Соған байланысты Нұрқаділ мырза барлығына жеке-жеке жауап беріледі. Ал алған адамдарға, тем более басқа тезірек жауап беретін чаттың номерін беріп, ол кісілерде міндетті түрде кері байланыс болады, иә. Даже мысалға емнің алдында бір анализдеріңізді тапсырып, ем біткеннен кейін повтор, бір 2 аптадан кейін повтор тапсырсаңыз да, уже результатын байқап көруге болады, иә. Түсіндік, дұрыс айттым ғой, өйткені бізде инфекцияға қарсы, вирустарға қарсы ем бергеннен кейін біз повтор тексеріп көреміз, қаншалықты результат болды. Өйткені кейбір ауыр инфекциялардың нәтижесінде ем бірден қонбайтын жағдайларда болады, ол индивидуалды түрде, өйткені олар сақтанды ма, сақтанбады ма, емді толық қабылдады ма, қабылдамады ма, ағза қалай әсер етті деген дүниелер де бар. Сол себепті Нұрқаділ мырза, осындай керемет жаңда өзіңіздің бір басқаша бір жаңда методпенен бөлісіп жатқаныңызға рахмет. Аллах тағала сізге берекесін берсін. Довольны пациенттер көп болсын, бақытты жанұялар көп болсын. Өйткені біздің бірінші әрине миссиямыз осы халыққа қолымыздан келгенше, мүмкіндігінше миссия сол. Енді әрине мақсат та бар. Енді соның нәтижесінде біз уақыт бөліп, кішкене көңіл бөліп, оған энергиямызды жұмсағаннан кейін де біз енді ол жасап жатқан жұмысымыз бойынша біз енді қаражат алынады, әрине, ол енді мақсатқа жатады. Бірақ миссиямыз бойынша халыққа қолымыздан келгенше көмегімізді тигізіп жатамыз. Енді әрине ол да бір ағзадан бөлек ниетке де байланысты, жаңағы сынап келетін болса, тырнақ астынан кірізек білетін адам болатын болса, сол ниетіне қарай өзінде де сондай соответствующий результат болуы мүмкін, иә. Енді Нұрқаділ мырза, біздің оқырмандарға 1-2 сөз жылы лебізіңізді білдірсеңіз, мен эфирді сақтап, эфир сақтаулы болады, қыздар. Бір апта көлемінде менде эфир сақтаулы тұрады, арасында көріп, Нұрқаділ мырзаның да нөмірін сол эфирге сақтағаннан кейін пост түрінде шығарып қоямын, өзіне жекесіне жазып, парақшасында белгілеймін, өз парақшасына кіріп, более подробно тағы да қандай өнім бар, қандай нелері бар, атқаратын қызметтері бар, более подробно білсеңіздер болады. Рахмет.
Жалпы 60-70 адамдай кірді ғой деймін, жаңағы 80 адам көтерілді. Жартысынан естіп алып басқа қылсаңыздар қайтадан эфирді көруге болады. Болмаса WhatsApp-қа шық дегендей. Барлықтарыңызға алла жаңағы ауруларыңызға шипа берсін. Қолдан келгенше мен бұған дейін де қызмет етіп жатырмын, бұдан кейін де қызмет етемін деген ниеттемін. Осымен эфирді жаңағы соңына дейін қарағандарыңызға рахмет айтамын, себебі ол да бір шыдамды талап етеді. Жалпы барлықтарыңызға ем болсын. Сау болыңыздар. Қаншама жаңағыдай оқырмандар енді кіріп шығып, кейбіреуінің қолы босайды, кейбіреуінің қолы босамайды деген секілді скриндеп алады. Мына қазір отырмыз ғой, міне астында номер сақталып тұр, алтын қолыңыз деп скриндеп алыңыздар міндетті түрде. Өйткені осы номерді сақтап, өзіне жекесіне жазсаңыздар болады, барлығына полный описание береді. Енді қаншама оқырмандар кіріп шығып, не болып жатыр, тағысын тағы деп көріп шығып жатқан оқырмандар қаншама. Сол себепті эфирді сақтап қоямын. Нұрқаділ мырзаның жаңағыдай несінің страницасын, номерін белгілеп қоямын. Өзіне жекесіне шықсаңыздар дұрыс болады. Енді біздің міндетіміз, біздің алда қойған міндетіміз сіздерге осы мырзаменен тағы да жақсы осындай бір пайдалы парақшалармен таныстыру менің жаңағыдай тағы да бір қызметіме кіреді. Енді таныстырып, көрсін деген секілді. Ары қарай таңдау өз еркілеріңізде. Өйткені көріп отырсыздар, Нұрқаділ мырза бір жаңағыдай бір пафос болып, бір тәкаппар болып келсең кел, алсаң ал, алмасаң алма деп отқан жоқ. Қарапайым қазақтың қара домалақ баласы істеп жатқан ісіне береке берсін. Алла разы болсын. Нұрқаділ мырза, эфирді сақтап қоямын. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Рахмет. Жақсы. Сау. Жақсы.